Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге қыстық керемет дәмді салат көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, және де осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Керекті маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін. Бізге керекті заттар: бір бумадан петрушка мен укроп, сарымсақ, сәбіз, жартылай ашты болгар бұрышы, қырыққабат және тәтті болгар бұрышы, помидор керек болады. Помидорды мен осылай ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болсын етіп турап дайындап алдым. Және барлық заттарды жуып, ішіндегі дәндерінен алып тазалап алатын боламыз. Енді осы болгар бұрыштарын мен ыңғайлы болатындай етіп төрт бұрыштап турап шығатын боламыз. Аштыды да, тәттіні де осылай төрт бұрыштеп турап алатын боламыз болгар бұрыштарын. Және келесі қырыққабатты да дәл солай етіп төрт бұрыш етіп турап алатын боламыз. Ал сәбізді осылай корей салатының өткізгіштен жіңішкелеп өткізіп алатын боламыз. Егер де ондай өткізгіштеріңіз жоқ болса, жіңішкелеп қолмен пышақпен турап шықсаңыздар да болады. Одан кейін сарымсақты осылай жіңішкелеп, жұқалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Және менде бір бума укроп, бір бума петрушка, екеуін біріктіріп ұсақтап турап аладым да, араластырып, осының жартысын ғана қосатын боламыз. Ал егер де сіздерге осындай көк шөптің дәмдері ұнайтын болса, осы бір бумадан саласаңыздар болады. Мен жартысын ғана салатын боламын. Мінекей барлық заттарымызды турап дайындап алдық. Қызанақты ет тартқыштан қалған заттарымызды төрт бұрыштап, ұсақтап турап шықтым. Енді қызып тұрған қазанымызға 200-250 граммдай сұйық май құйып, осы қызып тұрған майдың үстіне қырыққабатты салып, араластырып отырып 10 минут қуырып алатын боламыз. Қырыққабаттың көлемі кішірейіп және жұмсаруы керек. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар, түбі күйіп кетпесін. Мінекей 10 минут өтті, капустамыз жұмсарып және көлемін кішірейді. Енді осының үстіне өткіштен өткізілген сәбізді салатын боламыз. Оны да 10 минут қуырып алатын боламыз. Араластырып отырыңыздар міндетті түрде. Сәбізде көлемін кішірейтіп, жұмсару керек. Мінекей тағы да 10 минут өтті. Сәбізіміз жұмсарды. Енді осының үстіне кезекті салатынымыз болгар бұрыштарын салатынбыз. Яғни жартылай ашты және тәтті болгар бұрышын бірге саламыз. Оны да жақсылап араластырып 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін 10 минут өткеннен кейін тағы да кішкене көлемі азаяды. Енді осы жақсылап барлығын қуырып алдық. Енді осының үстіне ет тартқыштан өткізілген қызанақты құйып, жарты сағаттай қайнатуымыз керек. Толықтай жақсылап араластырамыз. Және бір қайнағаннан кейін 30 минут қайнататын боламыз. Және осы уақыттың арасында дәміне қарай тұз және қант салатын боламыз. Міндетті түрде 2 қасық, ас қасық салғаннан кейін дәм тұзын көріңіздер. Егер де татымаған болса, тағы кішкене жарты қасық салатын боласыздар. Мен 2 ас қасық тұз және 2 ас қасық қатты толтырмай қант салдым. Жақсылап барлығын араластырып 30 минут қайнататын боламыз. Осы жарты сағаттың аралығында көк шөптерімізді, укроп пен петрушкамызды және сарымсағымызды салатын боламыз. Неге жарты сағат өткеннен кейін банкілерімізді осылай мантаваркеде булап алатын боламын. Және салатымызға оттың астын баяу қойып, 10 шақты түйір қара бұрыш саламын және 9% уксустан 2 ас қасық құятын боламыз салатымызға. Бұл салатымыздың атылмай жақсы тұруына себеп болады.
Мінекей қақпақтарында қайнатып аламын. Банкілеріміз буланып дайын тұр. Енді осы салатымызды астын баяу отқа қойып отырып, ыстықтай банкілерімізге құйып шығатын боламыз. Мінекей небәрі 1 сағаттың ішінде осындай керемет дәмді қыстық салат жабатын боласыздар. Сіздер де жасаңыздар, бұндай салатты өте дәмді болып шығады. Қыстың күні нанмен жесеңіздер де, немесе тамаққа подливке қосқанға да өте керемет. Мінекей салаттарымыздың бетін осылай қақпақтары қайнатылған, жақсылап банка жабатын құрылғымен жақсылап жабыңыздар, ешқандай ауа, су кетпейтіндей етіп, және тексеріп алыңыздар. Мен осы банкілердің қақпағын жапқаннан кейін кішкене ары-бері домалатып тексеріп көретін боламын. Мінекей жақсылап жапқандығын осылай домалатып тексеремін. Мінекей бір түнге осылай төңкеріп қойып, және жылылап орап тастайтын боламыз. Ертесі күнге дейін өз ыстығымен салқындау керек. Мінекей өте керемет салатымыз дайын. Сіздер де жасаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.